Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгінгі Таалимул Мутааллим кітабының екінші бөлімі. Білім алушының ниеті. Білім алуда ниет маңызды. Жалпы ниет барлық істің, барлық халдің асылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі расында амалдар ниетке байланысты. Және тағы бір хадисі, қаншама іс дүниелік іс болып көрінеді, бірақ ниеттің жақсы болуынан ақырет ісіне, сауап іске айналады. Және қаншама іс ақыреттің ісі сияқты көрінеді. Содан ниеттің жамандығынан сауапсыз осы дүниенің ісіне айналады. Білім алу жолында мына ниеттер көзделуі керек. Бірінші, Алла тағаланың разылығы. Екінші, ақыреттік өмір үшін, яғни жәннатқа қол жеткізу. Үшінші, өзін надандықтан шығару және білімсіз жүргендерге білім жеткізу. Төртінші, дінді тірілту, исламды сақтау. Исламды сақтау тек біліммен іске асады. Және білімсіз істелген тақуалық пен зұхыт дұрыс болмайды. Бесінші, сау ақыл мен денсаулық берген үшін Аллаға шүкіршілік ету. Ал енді сақ болуымыз керек ниеттер. Біріншіден, адамдардың көңілінен шығу. Екінші, дүниеде байлыққа қол жеткізу. Үшінші, басшылықтың сый құрметіне ие болу. Кімде-кім білімнің және біліммен істелген амалдың ләззатын татса, адамның қолындағына қарамайды. Білімді үлкен дәрежеге, мансапқа жету үшін оқуға болмайды. Тек сол дәрежеге жетіп, адамдарды жақсылыққа шақырып және жамандықтан тыю үшін ғана рұқсат, өзінің жеке есебі үшін емес. Талапкерге тек білім алу туралы ойлануы қажет. Себебі білім алу үлкен күшті талап етеді. Өз ойын болмашы түкке тұрмайтын дүниеге жұмсамауы керек. Сонымен қатар, білім ізденушілер біреулерден дәметіп, өз қадірін және ғылым мен ғалымдардың қадірін түсіруден сақтануы керек. Білім ізденуші кішіпейіл болу керек. Кішіпейілділік тәкаппарлық пен қорлық арасындағы ұғым. Осымен ниетке байланысты бөліміміз аяқталды. Видео ұнаса, бізге жазылып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.